нежданный сон. Но порою снова ко мне приходит он. И однажды среди вещей забытых я случайно подняла ларец. Значит, сказки новогодней летней не конец. Новогодние игрушки, свежие Құрметті ата-аналар, ұстаздар, кішкене бүлдіршіндер. Міне бүгін біз жаңа жылды қарсы алғалы отырмыз. Жаңа жылдың таңын еткен арайлы, ақ мамыққа бөлеп алды маңайды, жаңа жылмен құттықтаймын деген сөз қанаттанып кең алқапқа тарайды. Гүлім. Құрметті ата-аналар, қонақтар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл сіздерге жаңа табыс, жаңа қуаныш әкелсін. Рахмет балалар, орнымызға тұра қояйық. Қане балалар, жаңа жылға жаттаған тақпақтарымызды айтайық. Гүлім баста. Оралды өлкеме жаңа жыл армысын, оралда ақ көрініс асқар тау қалышын. Аспан дүрге тегеді, ақ қымшы ұстап, жаңа жылда келеді, сізге қара ұстап. Бүрсіп тонбаймыз, жарысып ойнаймыз, жаңа жылдар қашан біз ұсылы төлейміз. Ауада қалбойт, ақ мамыққа ойт, мұз болады қатады, сіз ұтылып жатады. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, шырша жырын айтайық. Қор шырша жыры. Кәр
балалар, мені ұзақ жүріп, асулардан асып, биік таулардан өтіп сендермен бірге жаңа жыл қарсы алуға келдім. Ақшақармын, аппақпын, қалай жаумай жатпақпын. Менсіз қыстың сәні жоқ, ақ үкімді тақпақпын. Сәлеметсің бе Ақшақар, сені келгені қандай жақсы болды. Біздің балалар жаңа жыл шыршасын тойлағалы жатыр. Бізбен бірге болып, шыршаны бірге тойлайық. Балалар, сендер шыршалар неге көңілсіз? Шамдары жанбайды. Кәнеки мен сіңілілерім, ұлпақайлар келіңдер. Шырша отын жағуға көмектесіңдер. Кән балалар орныңыздан тұрайық, шырша шамын жағайық. Қуан, кән, бірден. Тағы бір рет, жамбас.
берді. Балалар, Ақшақарға өзіміздің жаттаған тақпақтарымызды айтайық. Әділет, Сағи, Мен тақпақтарды өте жақсы. Әділет, Сағи, Мерей, Рахат. Рахат, бастай ғой. Ислам қайда, Ислам? Келе ғой. Жаңа жолды біз тұрып, жаттымамыз бәріміз. Біз вақытты баламыз, сыпықты баламыз, атқандан асамыз. Ұстасып, қошақтасып, үйренейік жаңа жыр. Құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын жаңа жыр. Құтты болсын жаңа жыл. Жаңа кекілді жаңа жыл. Құттықтап барығын секунде бір бала жыл. Жарайсыздар. Басымыз иеміз. Балалар, мен орманда келе жатып неше түрлі мүсіндер көрдім. Кәнеке бізде сондай мүсіндер жасап көрейікші. Бәріміз бірге орнымыздан тұрайық. Ойын ойнайықшы. Ойын шарты мынандай болады, балалар. Қазір абай өлең қойғанда бәріміз билейміз. Музыка кілті тоқтағанда бір орында мүсін жасап қатып қалып тұра қалуымыз керек. Жарайды ма? Бәріміз түсіндік па, балалар? Аққалаға ұқсайды екен мүсініміз, е? Кәнеке тағы әкеттік ары қарай. Ортаға шығып билейік. Опа, қатып қаламыз. Айна қандай әдемімізсің. Пирамидаға ұқсайды екен намысың. Пирамида сияқты екен өзі сондай. Ал кәнеке балалар ойын ойнадық. Енді кішкене орнымызға отырып демалайық, е? Балалар, олай болса ертегілер еліне барамыз ба? Барамыз ба? Олай болса Ақшақардан сұрайықшы, бізді ертегілер еліне барсын. Кәнеке балалар, бүгін мейрам, бүгін армандар орындалатын күн. Барлық армандар дәл осы күні орындалады. Бәріміз ертегілер әлемге барайық. Ол үшін балалар көздерімізді жұмып, Орнымыздан тұрып, көзімізді жұмамыз, айланамыз, ертегілер еліне барамыз, айланыңдар кән. кәнеке бір орында тұрып Айланамыз, көздеріңізді жұмыңдар.
ертегі мысық қой. Оң жаққа барса ертегі айтады, сол жаққа барса аңыз айтады. Сәлеметсің бе, мысықжан? Сәлеметсіз бе? Жай айтатындар балалар. Мен ертегіші мысықпын. Ал сендер қайдан шыққан балаларсыңдар? Біз балабақша балаларымыз, ертегілер еліне бара жатырмыз. Сендер ол жаққа баруларың үшін балалар. Ертегіні жақсы білулерің керек. Ал сендер ертегіні жақсы білесіңдер ме? Ал қандай жағымсыз кейіпкерлерді білесіңдер? Жарайсыңдар балалар. Қандай ертегі білесіңдер сендер? Қандай ертегілер білесіңдер? Ол кейіпкерлер, ертегілер, қандай ертегілер білесіңдер? Маша мен медведь, тағы Қандай ертегі білесіңдер? бауырсақ, тағы жетіла, тағы золушка ертегісі бар екен. Жарайсыңдар балалар. Енді мен сендер үшін құлағымның құйрығымның ұшына дейін қорықпаймын. Енді балалар, сендер ертегі әлеміне аттана берсеңдер болады. Ертеде, ешкі жүні көртеде, құйрық жүні ұзын екен. Балалар, бізге ертегілер елінен кейіпкерлер келе жатыр. Қаны, ұшталайыншы қан, көрейікші кім келе жатыр екен бізге? Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, будто принц за мной примчался на серебряном коне и встречал